зауыттан, көліктен мыңдаған тонна көмірқышқыл газының ауаға бөлініп жатқанын ескерсек, мұндай жағдай әбден мүмкін. Озон қабатының жұқаруы. Озон жұқарған сайын күн сәулесі мұзға тікелей түседі. Сондықтан да мұздар жылдам еруде. Мұздың еруіне адамның әрекеті де әсер етуде. Соңғы 150 жылда адамзат атмосфераға 2,5 триллион тоннадан астам көмірқышқыл газын, яғни улы СО2 газын шығарды. Бұл жер үшін көрінбейтін у. Машиналар, зауыттар, ұшақтар, көмір мен мұнай мұздың еруіне тікелей әсер етуде. 1990 жылдардан бастап мұздықтардың жойылу жылдамдығы бірнеше есе артты. Қазіргі қарқын сақталса, 2100 жылға дейін жердегі мұздықтардың 3-тен 2-сі жоғалып кетуі мүмкін. Ал егер Антарктида мұзсыз қалса не болады? Ең үлкен